Ойбай. Паша графикте жине қойып, бүгін күн суытыпты. Ертең жине салам. Ох, мен состоящий машинам тұрғанымда. Гараж соғырды осы машинамды. Вот жителге. Вот жител, сәлем. Сәлем, еркебұлан. Жителдер жиналысы болып жатыр. Анаяққа сені де шақырып жатырмын. Мен де не үшін? Білмеймін, ауылға қасқыр шапты деймін түнде. Мақұл. Шоуза пирина, достар. Отыра бер, не? Отыра бер. Сені не бол? Еркебұлан. Біз жителдермен ақылдастық. Кеше қойшы жител. Қойды орман айдап бара жатқанда бір қойына кішкентай бөлтірік шабуылдапты. Бірақ ана бөлтірік біздің ауылдың бөлтірігі емес. Білесің, біздің ауылдың бөлтіріктері кішкентай ғана. Ал қасқырлары кішкене өскенде ит секілді. Ал мына бөлтіріктің қолы үлкендеу, аяқ қолы үлкендеу екен. Переккен ондайды бола ма не? Иә, Еркебұлан, сен онысында креатин бар ғой. Иә, креатин бар. Ана бөлтірікті осында кеш. Біз оны тірідей өртейміз. Өйткені бұл біз ертесің қауіпті болады. Неге кішкентай бөлтірік? Кішкентай бөлтіріктен үлкен қасқыр шығуы мүмкін. Абай, кішкене ауытырмай беріңіз. Бірақ ол орман патшасы ғой. Оны өзімізге үйретіп алсақ керемет болады. Аңға шыққанға да. Паша Еркебұлан секілді дұрыс. Сіз қалай ойлайсыз? Қасқырларды жоюға болмайды. Оны елдің бәрі біледі, жителдер. Сондықтан мен Еркебұланға қосам. Оны осында кел, түрмеден көрек. Қош жител. Оны біздерге қамап кеткен екен. Қаман жерін білесің ба? Кіретін орман жаққа қарай жол бар, сол жақта. Мақұл. Еркебұлан, енді оны осында келіп көресің ғой. Иә, қазір сілтей бермей, осында келетін болам. Почти записті қосайын. Хоп. Йоу, бәріне сәлем, достар. Сіздермен бірге мен Блогер Еркебұлан, достар. Біздің ауылда үлкен қасқырлар жүреді. Бана жиналса естідіңіздер ғой. Өте үлкен дейді. Білмеймін қандай екен, көру керек сонда. Почти кішкентай бөлтірікті қамап сапты. Достар, сіздер каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздер уже 45 подписчик, яғни 45 тіркелуші болды. Мен кішкене ауырып тұрмын, достар. Сонда да сіздер үшін видео түсіріп жатырмын. 45 тіркелуші. Достар, жақында 5 тіркелуші деген біз 50 подписчик бар, 50 жазылушы. Достар, тездетіп тіркеліп салыңыз, достар. Келесінде не істейік? Комментария жаза кетіңіздер, достар. Ал біз енші бағана бөлімде көретін боламыз. Паша ол жаққа мен ішінен барған болмайды деп ойлаймын екен, бөлтірікті. Сырт жақтан емес, графикаларды тазаласа көреді. Кейінер тазайын. Паша ол жаққа мен жылқымен барайын. Паша ол бөлтірікті үйретіп алсам ба екен? Қалай ойлайсыздар, достар? Менде сүйек бар болатын. Оппана. Графикаларды сүре қалған болатын сүйек. Жылқымен бар. Сол бөлтірікті үйретіп алайын. Чужок. Если же Чё? Достар, почти. Сіздер каналға тіркелмеген жүрем. Өйткені біз 50 подписчик аз қалдық. 5-ақ тіркелуші қалды. Мен сіздердің актив күтетін боламын. Нақтар башы жоқлар. Бана қойшы жител малы. Авалияқ. Өзі шақта көп екен. Мен орманға кіретін тұрыс. Şimdi нақта ешқандай. Не екен ғой, мен өтіп кеттім өнденде. Опа. Почти осыны тұстар. Креатив арқылы мен бір қой шығарып көрейін. Тәтті менде осы мінеке бар екен. Хопа. Қойған нәрсетен екен. Қойды ұрып көрейік. Мен түріне басым жақсы. Өлдірік секілді. Достар. Оның көзі қызыл болып кетті. Бұл біздің ауылдың бөлтірікті бірден қойды өлтірсе. Мынау почти түрмеден өзгерте алады ау деймін. Сүйексін көріп. Мынаны бұзып. Дадамдай отырғызып алады.
Кәне сөйлейді. Мына почти біздің жазан андай бөлтірік болған емес. Достар, қараңыздар, татап арқасында. Ебать, достар! Ебать, достар, мына бөлтірік маған таныс. Баяғыда осы ауылда менің бала кезімде ауылда қап-қара қасқыр болған. Өте қарайды. Ол қасқырдан адамдар қатты қорқатын. Қасқыр бұл жақта кетіп қалған. Бірақ ол кетпес бұрын бірдеме деген. Yani ау деген. Сол кезде мені телефонға жазып алып аударған болатынмын. Түбі ал аударғанда қара қасқыр бойынша телефонда аударған тұрған бар ғой достар. Сіздер оны білетін шығарсыздар. Мен түбі осы жаққа бөлтірікті тастап кеттім. Бөлтірік ер жетіп. Бұл сол жақта малдарын қойдай қыратын болады деген. Yani айтқанда достар, почти осы бөлтірік қой. Жеке маған асырап алу. Бұл түсін өзгертіп алатын бөлтірік. Yani қыста осындай аппақ болса, жылы болғанда қара бөлтірік болады. Бай. Менің жылқымның таудың басына кетіп қалды. Бұл арттан жүре ме екен? Қанша деймін ойнай отырып алатын ес. Жүре ғой. Ма. О, мен достар келе жатыр, мен жылқымды өлтіріп жүрміз. Жылқымнан да тауға не болып шығып кетеді. Ой, жылқы! Достар, почти мен ойынша жылқымнан да не еттімнен бөріден қорқып тауға шығып деп ойлаймын. Жүр. Тез жүр. Вау, мында тауында үлкен қасқыр бөрі бар достар ауылда. Бірақ ол бөрі жоғалып кеткен болатын. Қанша атып тастады ма не істеген білмейміз. Вау, және өте тез жүреді. Так. Мен мұны мыналарға көрсету керекпін шетелдерге. Хоппай. Жүре ғой. Мұнда кел. Ой, күшік шағын. Кел мұнда. Жүз қоран есін жапсайық. Почти мен бұны шетелдер аттан керекпін. Ол күшік қашық өлтіріп қашып кетеді салай. Дәл қазір түсін ауыстыра ма екен? Почти кеште болыпты. Жетел, бана бөлтірік ба? Ол бөлтірік қолға үйретіп алып неки? Почти ерте olan сен мерге барған дұрыс болады осы. Мер. Ол мер мұнда жүр ғой. Мер! Ерке olan не істедің? Бөлтірікті саладың ба? Ұстауы қолға үйреттім. Ол кішкентай болғандықтан қолға тез үйретілді. Қойш, ана жақта ма? Иә. Анау тұрған қап-қара бөлтірік па? Иә, сол ғой. Мер. Ерке olan айтамын осы жата беру. Мер, ол бөлтірікті осында қалдырайықшы. Бізге көмектеседі. Ол бөлтірік аппақ емес пе? Түсін ауыстырды көз алдында. Мақұл, қалдырсаң қалдыра, бірақ ол бір қойға шапса, сен төлейтін болсын. Иә, мен төлеймін. Достар, почти. Бөлтірік. Сен енді атында қою керек. Почти атында. Көкшірік десем бола ма екен? Жоқ. Жетелдер. Ол бұдан да осында қалады болды. Кір бөлтірік. Бөлтірік. Оны кірмей тұр. О, міне молодец. Хоппана. Как красиво. О, терезенің отыр осы. Достар, мына бөлтірік көз алдында түсін ауыстырды. Бұл қолға үйреткенде қара қасқыр болады екен ғой. Жаным тамақ жеймін екен. Кішкене тамақ көрейік. Қайт мен кітап сатып алу керекпін ғой бұл бөлтірік туралы. Зерттейтін болам. Тамақ жейсің бе? Бүгін қош жететін болады. Почти. Бұл енді қаншадан қарына ашып қалған ау деймін мұнда. Ой, мұнда шақырып алайын. Ұстады. Бөлтірік тұр. Мұнда келе ғой. Кезей. Бояуларды ала салайын. Ертең мен досым олардың түрін бояп көремедім, бірақ бояуға келмеді. Мұнда кел.
Сатиризмнан түсуімді сұраймын. Жедел, кет былай, бұл менің бітірім. Ой, молодец. Пашы, осы жерге отырған дұрыс-ау деймін. Достар, тамақ береміз. Отыр. Достар. Одан тамақ жегенсен өсіп отыр ма? Ой, бой. Өте үлкен болып кетті ғой, достар. Мынаны қараңыздар, терісі де қалың болды. Жаным бөлтірігім. Өсіп кетті ба? Вообще, достар, абайлау керек. Кез келген уақытта қорға шығуы мүмкін. Вообще, отыра бер, бөлтірік. Еркебұлан! Ана бөлтірігі не болды? Өсіп кетті ма? Ол тамақ жегенсен өсіп отыр екен. Еркебұлан, тез арада бұл бөлтірік дейінсем алапат қасқыр болды. Қасқырдың көзін құрт деді. Жо, жедел. Оны мен асырайтын болам, уайымдама. Ол сендер малдарына тиіспейді сендерге. Сенің тісің бар. Абайлау керек. Мерік айтып қой. Мақұл. Достар, менің мен бүгіндікке бізде болақтар. Мұнандай үлкен қасқыр. Қалайша достардан қараңыздар. Мұнан терісіне дейін қалың. Көз болса үлкен. Мұнда қасқыр мен охотаға шығу керекпін ғой. Яғни мен охотаға. Hoppa. Hemen getire salayım. Oy. Hop. Dostlar. Отқанға дейін қараңыздар достар. Бір кроватьны өзі жалғыз алады ғой почти. Былайынан қарайтын болсақ, хоппа. Мына тата кроватьқа дейін сыймайды. Достар, қараңыздар, кроватьмыз бұған тар болып тұр. Мен демек бұған үй соғу керекпін, бірақ келесі бөлімде соғатын боламыздар. Ал сіздермен мен қоштасатым. Ендеше менің бүгінгі видеомда сіздерге каналға тіркеліп лайк басуды өтінемін. Біздер 50 подписчикке салған, енді 5 тіркелу жазылса болды, біз 50-міз. Және артындағы үлкен қара қасқыр ұнады деп ойлаймын. Көріпсі өріп тұрды, мені қатты ұнатқан сөйтті. Бұл қара қасқырды мен шетелдерге бермеу керекпін. Уақыт келгенде достар, оны өзім даласына жіберетін боламыз. Ал енді қош болыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше.